Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашарға жүрекше пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін жұмыртқаға аз-аздан шекер сала отырып миксерлейміз. Жұмыртқамыз осындай видеодағыдай болуы қажет. Үстіне жылы сүт құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Массамыз бір келкі болғанша тағы да миксерлеп шығамыз. Онды електен өткізіп аламыз. Үстіне қопсытқышымызды салып, аз-аздан сала отырып, тағы да миксерлейміз. Бөлек ыдысқа 2-3 қасықтай қамыр салып аламыз. Үстіне 2-3 тамшы бояғыш құямыз. Құрғақтарын қолдансаңыз да болады. Енді жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Дайын қамырды пирог пісіретін формаға барлығын құйып шығамыз. Боялған қамырымызды кондитерский мешокқа салып, тамшы салып шығамыз. Осылай видеодағыдай шпажканың көмегімен жүрекшелер салып шығамыз. Пирогымыз осындай әдемі болып шығады. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Піскендігін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп шығыңдар. Пирогты міндетті түрде суытып алыңыздар. Пирогымыз дайын, өте нәзік, әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.